Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі сабағымызда ағылшын тілінде қалай өзіміздің қабілетімізді айтуға болатынын үйренетін боламыз. Яғни бір нәрсені істей алу, істей алмау және де рұқсатты қалай сұрау керек екенін. Сонымен бірге болыңыздар. Ол сөздер мінекей бірінші қарай кетейік. You can't park here деп қойыпты тақырыбында да. Сіз мұнда тұраққа тұра алмайсыз. Негізі парк деген сұраққа тұру ғой, бірақ алмайсыз дегенді can't беріп тұр. Can't. Енді бізде мына жерде екі диалог берілген суреттермен. Біріншісінде полицей көлікті тоқтатып тұр. Екіншісінде мына қыз ұлға звондап жатыр. Қазір мен осыны қосамын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. 3.15 1. Excuse me. You can't park there. No? Why not? The sign says no parking. Oh, I'm sorry, officer. Where can I park near here? You can park over there, ma'am, in the parking lot. Thank you, officer. 2. Hi, Matt. Hi, who's this? It's me, Ellie. How are you? Oh, fine, thanks. Matt, can you come to dinner on Friday? On Friday? Oh, I'm really sorry. I can't come. It's my girlfriend's birthday. Your girlfriend? Yes, Lucy, from work. Oh, Lucy. Sorry about dinner. That's okay. Bye. Мінекей қараңыздар, қазір сіздерге түсіндіре кетейін. Excuse me, you can't park here there. Кешіріңіз, сіз мұнда тұраққа тұра алмайсыз. Can't. Осы жердегі тұраққа тұра алмау, істей алмау, can't. No, жоқ. Неге тұра алмаймын? Why not? The sign says no parking. Мінекей мына жерде тұр, белгі тұраққа тұруға болмайды деген. Тұраққа тұруға болмайды. Oh, I'm sorry, officer. Кешіріңіз, кешірім сұраймын, офицер. Where can I park near here? Мына жерге жақын қай жерге тұраққа тұра аламын дейді. Бұл жерде көрдіңіздер ме? Can дегеніміз сұрап тұр. Қай жерге тұра аламын деп. Алу көрдіңіздер ме? Where can I park near here? You can park over there, ma'am, in the parking lot. Сіз ана жерде тұраққа тұра аласыз дейді. Ma'am, тұраққа тұруға болатын жерде ғана деп тұр. Parking lot. Thank you, officer. Рахмет, офицер. Екінші диалогта бізде қыз звондап отыр. Matt. Hi, Matt. Сәлем, Matt. Hi, who's this? Сәлем, бұл кім? It's me, Ellie. Мен ғой, Ellie. How are you? Қалың қалай? Oh, fine, thanks. Жақсы, рахмет. Matt, can you come to dinner on Friday? Matt, сен жұма күні кешкі асқа келе аласың ба дейді. Келе алу дегеніміз осы can, алу. Can you деп сұрап жатыр. On Friday, жұма күні ма? Oh, I'm really sorry. Кешірім сұраймын дейді. I can't come. Мен келе алмаймын. Келе алмау көресіздер ма? Can't. It's my girlfriend's birthday. Менің өзімнің қызымның туған күні дейді. Your girlfriend? Сенің қызың? Yes, Lucy from work. Yeah, Lucy жұмыстан дейді. Lucy. Oh, Lucy. Sorry about dinner. Кешкі ас жайлы кешір дейді. That's okay, bye. Жарайды, ештеңе етпейді. Сау бол дейді. Міне осындай қызық диалогтар. Сонымен мына диалогқа қарап жүрейік те, мына бос орындарды толтырайық. C тапсырмасында. You can park over there, ma'am, in the parking lot. Болым сөйлем, е? Енді болымсыз сөйлем. Excuse me, you park there. Мінекей біріншісіне берілген. Excuse me, you can't park there. Can't болады. I'm really sorry, I can't, так, sorry дейді, come дейді, так. Мінекей. Ол екінші диалогтан. Oh, I'm really sorry, I can't come. Can't болады. Енді сұраулы сөйлемдерде. You come to dinner on Friday. Сұраған кезде. Can you come to dinner on Friday? Яғни, can алдыға шығып кететкен. Енді келесі. Where I park near here. Where can I park near here? Мына жерге жақын жерге, қай жерге тұраққа тұра аламын дейді.
Мінекей грамматика бөліміне көшіп көрейік. Can, can't болымды, болымсыз және сұралы сөйлемдер. Әдеттегідей мынау мысал сөйлемдер қазір айтылады, соны тыңдаңыздар және артынан қайталаңыздар. 3.16. You can park here. You can't park here. He can come to dinner tonight. He can't come to dinner tonight. We can have lunch outside. We can't have lunch outside. Can I park here? Yes, you can. No, you can't. Where can I park? Can they come to dinner? Yes, they can. No, they can't. When can you come to dinner? Сонымен мысалдар оқылып шықты. Мағыналарын айта кетейін. You can park here. Сіз мұнда тұраққа тұра аласыз. You can't park here. Сіз мұнда тұраққа тұра алмайсыз. He can come to dinner tonight. Оған кешкі асқа келуге болады. He can't come to dinner tonight. Ол кешкі асқа келе алмайды. He can have lunch outside. Ол түскі асын сыртта тамақтана алады. We, he емес we, біз. We can't have lunch outside. Біз сыртта түскі асымызды іше алмаймыз. Can I park here? Мен мұнда тұраққа тұрсам бола ма? Yes, you can. No, you can. Сен тұра аласың? Жоқ, тұра алмайсың. Where can I park? WH сұрақтарын қойған кезде қай жерге тұраққа тұра аламын? Can they come to dinner? Оларға кешкі асқа келуге болады ма? Yes, they can. Олар келуге болады. No, they can't. Келуге болмайды. When can you come to dinner? Сен қашан кешкі асқа келе аласың? Енді мен сабақтың басында айтып кеттім, can дегеніміз бір іс-әрекетті істей алу қабілетті білдіреді. Яғни мен істей алсам, соны can деп айта берсем болады. Мысалы, I can swim. Мен жүзе аламын деген сияқты. Енді оның басқа да мағыналарды береді. Яғни рұқсат берген кезде, мысалы, бағана полиция офицері айтты. You can park here. Яғни рұқсат берген кезде сіз мұнда тұраққа тұра аласыз. Және де мүмкіндіктерді айтқан кезде бізді can қолданамыз. Can'ның болымсыз түрі cannot деп жазылады негізінде. Оны көбінесе қысқартып can't деп айтады. Can't. Сонымен you can park here. Сіз мұнда тұраққа тұра аласыз. Яғни you have permission. Сізде рұқсат бар. You can't park here. Сіз мұнда тұраққа тұра алмайсыз. Яғни you don't have permission. Сізде рұқсат жоқ. Яғни рұқсат беру мағынасында. I can come to dinner tonight. Мен кешке неге келе аламын дейді. Кешкі асқа ішуге. Ол мүмкін, яғни мүмкіндікке байланысты. I can't come to dinner tonight. It isn't possible. Ол мүмкін емес, яғни мен кешке I can't come. Кешке мен келе алмаймын. Кешкі асты ішуге келе алмаймын. It isn't possible дейміз, ол мүмкін емес. Яғни оның екі мағынасы рұқсат беру және мүмкіндік. Can мен can't ол I, you, he, she, it және басқаларында бірдей болады. Яғни біз present simple'да білеміз, he, she, it'та болымды сөйлемде s жалғаймыз. Үшінші жақта he, she, it'та етістікке s жалғаймыз. Ал бірақ can мен can'тқа ешқандай s та ештеңе жалғанбайды. She can send personal emails at work. Мінекей көрдіңіздер, көрсетіп тұр. She can, ешқандай s жоқ. Ол персональный имейлдарды жұмыста жібере алады. Яғни жеке имейлдарын жұмыста жібере алады. Use can, can't plus verb дейді. Яғни байқап отырсаңыздар, барлық жерде can'нан кейін етістік келіп тұр. Park тұраққа тұру, come келу, have, мысалы, have lunch дегеніміз тамақтану, түскі ас ішу. Яғни use can, can't plus verb.
You can use your phone over there. Сен өз телефоныңды ана жерде қолдана аласың. Use дегеніміз қолдану, ол етістік. Яғни canнан кейін етістік келіп тұр. They can't come to dinner. Олар кешкі асқа келе алмайды. Do not use do, does in question with can дейді. Do, does дегенді қолданбаңыздар деді. Can деген сөйлем болса, do мен does'ды сұрау сөйлемде қолданбаңыз. Can'нің өзі алдыға шығып кетеді. Can I park here? Мен мұнда тұраққа тұра аламын ба? Where can I park? Мен қай жерде тұраққа тұра аламын? Енді мына жердегі қосылып тұрғанды қарастыра кетейік. Impersonal you дейді. Жақсыз сен, сіз жіктеу есімдігі. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, can you come to dinner tonight, Mark? Бұл жердегі you дегеніміз, ол Mark дұрыс па? Сен кешкі асқа келе аласың ба, Mark? Ал енді мынандай сөйлемдер can't пен қолданылады екен, қараңыздар. You can't swim here. Мұнда жүзуге болмайды. You дегеніміз ол дәл қасыңыздағы адамды айтып тұрған жоқ. Ол бәрімізге айтып тұр. Ол сізге де, оған да, маған да айтылып тұр деген мағына. You дегеніміз тікелей емес, яғни жақсыз. You people in general. Яғни адамдар, жалпылама адамдарға қойылған. Бұл жерде you дегеніміз нақты бір кісіге емес. Соны айтқысы келіп тұр. Грамматиканы өттік. Енді әдеттегідей дыбыстардың оқылуы. Қазір осылардың оқылады, соның артынан ырғақтарын қайталап үйреніңіздер. 3.17 Cat. Can I park here? Yes, you can. No, you can't. You can't park here. Computer. Where can I park? You can park here. Келесі мынау 3-18 тапсырманы қазір қосамын. Бәрі оқылып шығады. Соның айырмашылықтарына мұқият назар аударып отырыңыздар. Can мен can'тың дыбысталуын. 3.18 1. A. We can park here. B. We can't park here. 2. A. I can help you. B. I can't help you. 3. A. You can sit here. B. You can't sit here. 4. A. Mark can go with me. B. Mark can't go with me. Ендігі тапсырма 3-19-да. Қазір мына екеуінің біреуі оқылады. Соң қайсысы оқылғандарын сіздер белгілеп отыруларыңыз керек. Ал басамын, тыңдаңыздар, белгілеп отырыңыздар. 3.19 1. We can park here. 2. I can help you. 3. You can't sit here. 4. Mark can go with me. Оқылып шықты. Белгілеп үлгердіңіздер деп ойлаймын. Үлгермесеңіздер, артқа қарай айналдырып, тағы да тыңдап, белгілеп алыңыздар. Мен қазір жауаптарын берейін. Бізде дұрыс жауаптар осылай болды екен. Біріншісінде A, B, A. Егер де сіздерде қате болса, онда қайтадан айналдырып, бұлардың оқылуларын мұқият тыңдап, артынан қайталап шығыңыздар. Мына жерде сөйлемдер берілген. Соларды біз болымды және болымсыз түрге айналдырайық. Can мен can't қолданып, болымды болымсыз сөйлемдер құрастырайық. Мысалы, біріншісінде I can't park here. Екіншісінде You can come to dinner. Үшіншісінде We can swim here. Қалған үшеуін қазір паузаға басып орындаңыздар. Мен дұрыс жауаптарын берейін. Мінекей сөйлемдерді айналдырып шықтым. I can't park here. You can come to dinner. We can swim here. We can't watch TV. Мына жерде бір V болу керек. On the bus, I can have a coffee. We can have lunch tomorrow. Енді сөздік қорға келейік. Can мен can'тқа байланысты. Қазір біз бірнеше етістіктерді өтетін боламыз. Бірінші
қарап алайық. Мінекей, мына етістіктер. Take a break, үзіліс жасау. Change money, ақша айырбастау. Use the internet, интернетті қолдану. Take photos, суретке түсіру. Drive, айдау. Pay by credit card, карта арқылы төлеу. Park, тұраққа тұру. Come, келу. See, көру. Hear, есту. Қазір бұлардың бәрі оқылады, артынан қайталап отырыңыздар. 3.20. 1, Take a break. 2, Change money. 3, Use the internet. 4, Take photos. 5, Drive. 6, Pay by credit card. 7, Park. 8, Come. 9, See. 10. Hear. Осы етістіктердің бәрін жазып, міндетті түрде жаттап алыңыздар. Енді тапсырмаға келейік. Мына жерде бізде бос орындар қалдырып кеткен сөйлемдердің. Соған біз етістіктерді қоюымыз керек. Мысалы, біріншінде қандай суреттер? Адам жүзіп барады, жүзуге болмайды. Яғни жүзу деген swim. You can't swim here. Мына жерде көріп тұрсыздар, MasterCard, тағы да басқалардың суреттері көрсетілген, яғни карточкамен деген сөз. Мына жерде телефонды қолдануға болмайды. Change дегеніміз ақша айырбастау. Көріп тұрсыздар ғой, доллар, евро, қанша болатындарын. Яғни ол сөздерді естіздер, жаңағыда біз өтіп кеттік. Speed limit дейді. Жылдамдық 20 км сағаттан асырмау керек дейді. Келесі бізде Wi-Fi бар деген сөз. Телефонға суретке түсіруге болмайды. Үшіншісінде доп ойнауға болмайды дейді. Енді осыны қойып шығыңыздар етістіктерді. Сонымен дұрыс жауаптар осындай болады екен. Біріншісінде you can't swim here. Мұнда жүзуге болмайды. You can pay by credit card. Мұнда карточкамен төлеуге болады. You can't use your cell phone here. Мұнда телефонмен қолдануға болмайды. Айта кетейін, бағанағы impersonal деген you осы. Яғни дәл ғана бұл барлығына айтылып тұр. Айналадағы барлық адамдарға болмайды деген сөз. You can change money here. Мұнда ақшаңызды айырбастаңыз болады. Change money. Жаңа ғана өткен сөздер ғой барлығы. You can't drive fast here. Drive деген айдау, fast деген тез. Яғни қатты айдауға болмайды. Жоғары жылдамдықта. You can use the internet here. Сіз мұнда интернетпен қолдансаңыз болады. Мұнда интернетпен қолдануға болады. You can take photos here. Мұнда суретке түсіруге болмайды. You can play soccer here. Soccer дегеніміз, біз көбінесе футбол дегенді кәдімгі футбол деп үйреніп қалғанбыз. Бірақ Америкада футбол дегеніміз өзінің американский футбол деген бар. Ана лақтырып артынан жүріп жүреді ғой. Ал мына soccer дегеніміз оларда кәдімгі футбол. Біздің түсінігіміздегі футбол оларда soccer деп аталады. Доп теуіп отыр, көріп тұрсыздар, яғни мұнда футбол ойнауға болмайды. Мұна өте пайдалы фразалар, бәрін жазып жаттап алыңыздар. Қазір сіздерге осындай тапсырма. At school, at work, at home. Мектепте, жұмыста және үйде. Can you? Сұрап тұр бізден. Комментарийға жазып кетіңіздер, Сіз немесе мектепте оқысаңыз, немесе жұмыс істесеңіз, екі нәрселерден істей алатын, істей алмайтын нәрседен жазып кетіңіздер. Және үйде. Мысалы, can you come into class if you're late? Мектепте сіз егер кешіксеңіз, сыныпқа кіргізеді ма? Can you go home for lunch? Сабақ кезінде түскі асқа үйге бара аласыз ба? Can you use your cell phone in class? Сыныпта өзіңіздің телефоныңызды қолдана аласыз ба? Ал жұмыста, at work. Can you start and finish work when you want? Сен өзің қалаған уақытында жұмысты бастап және аяқтай аласың ба дейді біріншісінде. Can you send personal emails? Жұмыста жеке имейлдарын жібере аласың ба дейді. Can you take a break when you want? Өзің қалаған уақытыңда үзіліс ала аласың ба дейді жұмыс уақытында. Can you listen to the radio? Радио тыңдай аласың ба дейді. Ал үйде. Can you go out with friends after midnight?
Түн ортасында достармен бірге қыдыруға шыға аласың ба дейді. Түн ортасында. Can you watch TV during dinner? Кешкі ас уақытында телевизор қарай аласың ба дейді. Can you get up late during the week? Аптаның күндері бойы сен кеш тұруға саған рұқсат бере ма дейді. Can you get up late? Late дегеніміз кеш, иә. Can you wear shoes in the house? Үйде аяқ киіммен кіруге болады ма дейді. Міне осы сұрақтар берілді. Біреу рұқсатқа байланысты, мүмкіндікке байланысты. Енді мынандай былай жазасыздар комментарийға. At work дейсіз, сіз жұмыс істейтін болсаңыз, немесе at school дейсіз, сіз оқитын болсаңыз да, былай жазасыз. Мысалы, I can go home for lunch деген сияқты жұмыста немесе мектепте екі сөйлем және үйде екі сөйлем құрастырып комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіз. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады. Міндетті түрде лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.